Баршаңызға сәлем достар, қайырлы күн. Сіздермен бірге Айжан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді синнабон булочкасының рецебімен бөлісетін боламын. Ол үшін сіздер видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен 200 грамм жылы сүтке 2 ас қасық қант, 2 ас қасық ашытқыны салып, жақсылап араластырып, пищевой пакетпен бетін жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Сол аралықта 2 жұмыртқаны жарып, миксермен араластырамыз. Сәл көбіктенген соң үстінен 140 грамм қантты салып, жақсылап араластырамыз. 100 грамм сары майды ерітіп, үстінен құямыз. Сосын 15 минут өткен соң үстінен ашытқымызды құямыз. Жақсылап араластырып, үстінен ұнымызды електен өткізіп, қамырымызды илеп, 1 сағатқа жылы жерге орап қоямыз. Ал енді кремін жасайтын боламыз. Оған творожный сыр, сары май және сахарный пудраны қосып, жақсылап араластырамыз. 150 грамм қант және 15 грамм корицаны қосып, жақсылап араластырамыз. 1 сағат өтті. Енді ашыған қамырымызды жақсылап жұқа етіп жайып аламыз. Қамырды жайып болдық. Енді бөлме температурасындағы сары майды 1 келкі етіп әдемілеп жағамыз. Сосын үстінен қантымызды әдемілеп 1 келкі етіп, барлық жеріне бірдей сеуіп шығамыз. Енді бір шетінен әдемілеп ораймыз. Жіптің көмегімен 1 келкі етіп, әдемілеп кесіп шығамыз. Алдымен табаны майлап, сосын арасын ашық қылып, булочканы саламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минутта пісіп дайын болады. Пісіп дайын болған булочкаларымыздың үстінен осылай кремімізді жағып, әдемілеп жейтін боламыз. Ас болсын!